Мен Ахмет Саңғар Әбдірахымұлы, Балқаш қаласындағы номері 2 Абай атындағы мектеп-лицейдің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Назарларыңызға қашықтықтан оқытуға арналған сабақ жоспарын ұсынам. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы акробатикалық жаттығулар орындау. Сабағымыздың мақсаты қимыл қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау. Сабақты бастамас бұрын орындарыңды реттеп алыңдар. Сабағымызды әдеттегідей жалпы дамыту жаттығуларынан бастаймыз. Бірінші жаттығу бастап қалып аяқ алшақ, қол белде. Бір дегенде басымызды солға қарай бұрамыз, 2 бастап қалып, 3 келесі жаққа, 4 бастап қалып. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Бастап қалып аяқ алшақ, қол 2 жанда. 1, 2, жұдырығымызды ішке қарай айналдырамыз. 3, 4, шынтағымызды айналдырамыз. 5, 6, 7, 8, толық қолды айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, аяқтаймыз. Келесі жаттығу. Бастап қалып аяқ алшақ, қол белде. 1 дегенде оң жаққа қарай иілеміз. 2 бастап қалып, 3 келесі жаққа, 4 бастап қалып. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, аяқтаймыз. Бастап қалып аяқ алшақ, қол белде. 1 дегенде сол жақ аяққа отырамыз. 2 бастап қалып, 3 келесі аяққа, 4 бастап қалып. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, аяқтаймыз. Денемізді қыздырып алдық. Енді акробатикалық жаттығулар туралы мәліметтермен таныстыра кетейін. Акробатика бұл адамның өмірінде өз қолтаңбасы бар спорт түрі деп әбден айтуға болады. Себебі адамның өз денесін өз мұқтажына сәйкес қызмет еткізу әркімнің ізгі арманы. Сондықтан да цирк өнерімен шұғылданушылар акробатиканы цирк ханымы деп атайды. Олай болса, сымбатты болу үшін акробатикалық жаттығулар жасау керек. Енді алдарыңызда көрсетіліп тұрған сілтемені басып, үй жағдайында жаттығуларды орындаңыздар. Қауіпсіздік ережесін есте сақтаңыздар. Сабаққа кері байланыс беріңіздер. Дене шынықтыру сабағы болашақ ұрпақтың дене дамуына рухани қасиеттерін дамытуға ықпал етеді. Бұл сабағымды ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнаймын. Сау болыңыздар.